Ассаламағалейкум қазақ бауырым, бүгін мен саған Payeer кошелек туралы айтқым келіп отыр. Яғни Payeerден кошелек ашу туралы, Payeerге ақша салу туралы, Payeerден ақша шығару туралы айтқым келіп отыр, көрсеткім келіп отыр. Егер де сен Payeerден кошелек ашуды үйренгің келетін болса, міндетті түрде осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Мен саған дәл қазір Payeerді компьютермен ашып көрсететін болам, бірақ менің істеген нәрсемді, көрсеткен нәрсемді сен телефонмен де жасай беруіңе болады. Яғни Payeerден кошелекті телефонмен де ашып ала беруіңе болады. Сонымен Payeerден кошелек ашу үшін саған Payeer кошелектің сайты керек болады. Мен Payeer кошелектің сайтының ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де Payeerден кошелек ашқың келетін болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады Payeer кошелектің сайтына. Енді Payeerден кошелек ашуды ары қарай жалғастыру үшін мына жерде создать аккаунт деген кнопканың үстінен басасың. Ваш email деген жерге өзіңнің қолдан жүрген электронды почтаң жазасың. Мен мысалы ретінде уақытша электронды почта қолданатын болам, себебі менің Payeerде қолдан жүрген кошелегім бар. Мына жерге электронды почтаңды қоясың, создать аккаунт дегенді басасың. Кішкене күте тұрамыз. Мынандай капча шығып кетті, яғни робот дегеннің қапталына галочку қоямыз. Көріп отырғандай код подтверждения дейді. Яғни сенің мына жерге жазған электронды почтаңа 4 санды код келеді. Сол кодты мына жерге қоясың. Біздің электронды почтамызға код келген болу керек. Міне келіпті. payeer.com 4 санды емес, айтпақшы 5 санды екен. Мына кодты копировать етіп аласың. Код подтверждения деген жерге қоясың. Содан кейін создать аккаунт дегенді басасың. Көріп отырғандай ваш пароль деген жерде уже Payeerдің өзі автомат түрде біздерге пароль ойлап тауып берді. Мына жердегі секретный кодыңды, пароліңді, сосын логиніңді бір жерге жазып қоясың, ұмытып қалмас үшін. Содан кейін мына жерде далее деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерге атыңды жазасың, фамилияң жазасың, еліңді таңдайсың, яғни Қазақстан. Содан кейін мына жерде готово дегенді басасың. Сосын Payeerдің берген паролін аударуыңа болады, яғни ауыстыруыңа болады. Payeerдің берген паролін ауыстыру үшін Payeer кошелегіне кіресің. Payeer кошелегіне кіру үшін Payeerге тіркелген кезде қолданған электронды почтаң жазасың, сосын Payeer кошелектің берген паролін жазасың. Payeerдің берген паролін ауыстыру үшін мына жерде профиль дегеннің үстінен басасың. Содан кейін мына жерде пароль дегеннің үстінен басасың. Ваш пароль деген жерге Payeerдің берген паролін жазасың. Новый пароль деген жерге өзіңнің қойғың келген пароліңді жазасың. Повтор нового пароля деген жерге мына жерге жазған пароліңді екінші рет қайталап жазасың. Содан кейін мына жерде изменить дегенді басасың. Түсініп отырғаныңдай Payeerдің берген паролін осылай ауыстыруыңа болады. Көргеніңдей Payeerден кошелек ашу оп-оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Сонымен келесі мәселе Payeer кошелегіміздегі ақшамызды аудару мәселесі. Яғни Payeer кошелегіміздегі ақшамызды Каспи голдымызға немесе басқа бір банк карточкамызға қалай аударып алуымызға болады. Payeer кошелегіміздегі ақшамызды Каспи голдымызға немесе басқа бір банк карточкаларымызға аудару үшін біздерге мынандай сайт керек болады. Бұл сайттың аты Best Change деп аталады. Бұл сайттың да ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де мына сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Сосын бұл сайтқа тіркелуіңе де болады, тіркелмей қойсаң да болады. Енді бұл сайт арқылы Payeerдегі ақшамызды Каспи голдымызға немесе банк карточкамызға аударып алу үшін
Мына жерде отдадите деген жерде Payer USD дегенді немесе Payer RUP деген таңдап аласың. Яғни түсінгеніңдей, аударайын деп отырған ақшаң доллар болатын болса, Payer USD деген таңдайсың, аударайын деп отырған ақшаң рубль болатын болса, Payer RUP деген таңдайсың. Мен мысал ретінде Payer RUP дегенді таңдаймын. Содан кейін мына жерде получите деген жерде Payerдегі ақшаңды Каспий Голдыңа аудару үшін мына жерде Каспий банк деген таңдайсың. Аударайын деп отырған ақшаңды Каспий Голдыңа емес, басқа бір банк карточкаларыңа аударып алғың келетін болса, мына жерде Visa, MasterCard, KZT деген таңдайсың. Мен мысал ретінде Visa, MasterCard, KZT деген таңдаймын. Көріп отырғандай міне мынандай нәрсе ашылды. Мыналардың барлығы сайттар, яғни обменниктер. Мына обменниктер арқылы Payerдегі немесе басқада электронды кошелектеріміздегі ақшаларымызды Каспий Голдымызға немесе басқада банк карточкаларымызге аударып алуымызға болады. Мына жердегі жоғары жақта тұрған обменниктер арқылы аударатын болсаң, аударып отырған ақшаңды мына обменниктер саған тиімді түрде аударып береді. Ал егерде төмен жақтағы обменниктер арқылы аударатын болсаң, аударып отырған ақшаңды саған бұл обменниктер тиімді емес жолмен аударып береді. Мысал үшін, мына жерде қазір менде ең бірінші орында 1WM деген обменник ең бірінші орында тұр. Бұл обменник маған 1 рубльді 5 теңге 87 тиын қылып аударып береді. Бұл обменник арқылы минимальны 200 рубльден бастап аударуға болады. Сосын дәл қазір мен мына видеоны жазып отырғанда маған мынандай обменниктер шығып тұр, саған басқа обменниктер шығуы мүмкін. Мына жерден өзіңе тиімді обменник таңдап аласың. Мен мысал ретінде 1WM деген обменник таңдаймын, яғни обменниктің үстінен басам. Көріп отырғандай менің жаңағы обменниктің сайтына жіберді. Енді мына жерге сумма деген жерге, яғни 2000 деп тұрған жерге аударғың келген ақшаңның суммасын жазасың. Сосын бұл сайттың комиссиясы бар, яғни 2000 рубль аударатын болсам, мен бұл сайт менен 19 рубль 18 копейка комиссия ұстап қалады. Яғни менің Каспий Голдыма немесе басқа банк карточкаме 2000 рубль ақша түседі, бірақ менің Payer кошелегімнен 19 рубль 18 копейка ұстап қалады. Яғни түсініп отырғаныңдай, сенің Payer кошелегіңдегі ақшаң 2000 рубль емес, 2000 рубльден сәл көбірек болу керек. Мысал үшін 2050 рубль болу керек, егерде 2000 рубль ақша аударатын болсаң. Көріп отырғандай мына жерде уже мына сайт автомат түрде теңгеге аударып беріп отыр, яғни 2000 рубль менің банк карточкаме 11540 теңге болып түседі. Номер вашей карты деген жерге карточкаңның 16 санын жазасың, фамилия деген жерге фамилияң жазасың, имя деген жерге атың жазасың, email деген жерге өзіңнің электронды почтаң жазасың, телефон деген жерге телефон номерің жазасың. Содан кейін мына жерде обменять деген кнопканың үстінен басасың. Обменять деген кнопканың үстінен басқаннан кейін мына сайт саған инструкция жібереді. Сол инструкцияның ішінде мына сайттың Payer кошелегінің счеты болады. Мына сайттың жіберген Payer кошелегінің счетін копировать етіп аласың. Payer кошелегіңе барасың. Мына жерде вывести деген кнопканың үстінен басасың. Номер счета деген жерге жаңағы сайттың берген Payer кошелегінің счетін жазасың. Сумма деген жерге аударғың келген ақшаңның суммасын жазасың. 2000 рубль болса 2000 деп жазасың. Көріп отырғандай Payer кошелектің де комиссиясы бар. Яғни жаңағы айтқанымдай Payer кошелегіңде где-то 2050 рубль ақша болу керек, егерде 2000 рубль ақша аударатын болсаң. Содан кейін мына жерде перевести деген кнопканың үстінен басасың. Сол кезде сенің жіберген ақшаң, яғни аударған ақшаң мына сайттың Payer кошелегіне түсетін болады.
Содан кейін 5 минут пен 60 минуттың аралығында сенмен жұмыс жасап отырған менеджер мына жерге жазған банк карточкаңе аударған ақшаңды саған аударып жіберетін болады. Яғни түсініп отырғаныңдай Payeer кошелегіңдегі ақшаңды Каспий Голдыңа немесе басқа бір банк карточкаларыңа осындай оп-оңай жолмен аударып алуыңа болады. Сонымен келесі мәселе Payeer кошелегіміздегі счетымызды толтыру, яғни Payeer кошелегімізге қалай ақша салуымызға болады. Payeer кошелегімізге ақша салу үшін біздерге тағы да Best Change деген сайт керек болады. Енді бұл сайт арқылы Payeer кошелегімізге ақша салу үшін мына жерде отдадите деген жерде егерде Payeerдегі счетыңды Каспий Голд арқылы толтырғың келетін болса, мына жерде Каспий банк деген таңдап аласың. Payeerдегі счетыңды басқа бір банк карточкаларымен толтырғың келетін болса, Visa, MasterCard, KZT деген таңдайсың. Сосын получите деген жерде Payeer кошелегіңе доллар салғың келетін болса, Payeer USD деген таңдайсың, рубль салғың келетін болса, Payeer RUB деген таңдайсың. Сосын сенің аударып отырған ақшаң Payeer кошелегіңе егерде Payeer USD деген таңдайтын болсаң, автомат түрде доллар болып түседі. Егерде Payeer RUB деген таңдайтын болсаң, автомат түрде рубль болып түседі. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде өзіңе керекті нәрселер таңдағаннан кейін тағы да мына жерден неше түрлі обменниктер ашылады. Өзіңе тиімді обменник таңдайсың, Payeer кошелегіңдегі балансыңды ақшамен толтырасың. Яғни түсінгеніңдей Payeer кошелегіңе ақшаны Best Change арқылы салуыңа болады. Сосын тағы да бір айтқым келгені, Payeer кошелегіңнің счетын мына жерден аласың. Яғни түсінгеніңдей Payeer кошелегіңнің счеты P деген әріптен басталады. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Payeer кошелек туралы толық түсіндірдім деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егерде түсінбей қалған жерлерің болса, осы видеоның комментарийына жазуыңа болады. Кез келген сұрағыңа жауап беруге тырысамын. Сонымен келесі видеода кездескенше.